Қиналсаң да тістеніп орныңнан тұр. Жылап болсаң, жасыңды сүртте тұр. Қиын болса да алға қарай адымда. Себебі тоқтап қалсаң, өлесің. Өмір деп осыны айтады. Кетуге тиіс біреу, қанша тыйым салсаң да тастап кетеді. Келуге тиіс бір адам, есікті жауып қойсаң да кіріп келеді. Сенің ешқашан жоғалтпауға тиіс адамың, ол сенің өзің. Ер болсаң да, әйел болсаң да, біреуден кемелдік талап ететіндей, сен де кемел адам емессің. Бәріміздің бір кемшілігіміз бар. Әйеліңнің кемшілігін көріп қалсаң, артықшылығын есіңе ал. Романтик болмаса да, күйеуіңнің сені, отбасыңды, жақындарыңды сыйлайтынын есіңе ал. Ешкім періште емес, ешкім. Уақыт жараланған жүректі, қалған көңілді емдейді. Сен тек кешіру арқылы ғана оны артта қалдыра аласың. Егер сені біреу айыптаса, бас тартып, немесе кетіп қалса, бұл сенің мәселең емес, олардың мәселесі. Сенің құндылығың олардың қабылдауына байланысты емес. Кейде әлде біреуге іштегі барыңды ашып, шын ниетіңмен көңіліңді бөлген сайын, ол мені одан сайын өзінен кері итере беретін сияқты. Кейде отбасым, достарым, айналамдағы адамдар толып жүрсе де, осынау әлем мені ешбір адамы жоқ секілді жалғызсыратады. Кейде адал болған сайын, бұл әлем түгелдей мені алдап, мазақ қылатын секілді. Кейде маған қарсы тұратын осының бәрінен қашып, жай ғана бір жерге кетіп қалғым келеді екен. Көңіл бөле берме. Егер кез келген мәселеге тоқтала берсең, онда барлығында жек көріп кетесің. Көңіл бөле берме. Өйткені сен арам ойларға толған қоғамда өмір сүрудесің. Пәлендей өзекті өртейтін өкінішім жоқ. Кейде кісі танымайтындығыма өкінген кездерім болды. Соның себебінен жақсы көрген, жаным қалмай көмектескен адамдарым кейіннен өзіме жау болып шығады. Осындайларға қор болған сезімім, сыйластығым, көмегім үшін талай өкіндім. Нағыз адамдарды жақсы көремін. Нағыз адамдар көбінесе жалғызсырап жүреді. Олар таза ойлы, зерделі, тәрбиелі, көзге жылы адамдар болады. Кейде аздап, мұңды, немесе шаршаңқы тәрізді көрінгенімен, бірақ оның астарында жасырынған аса үлкен күш қуаты бар адамдар. Басқалар мінез құлқын соншалықты жақсы түсінбейді. Олар өздері сияқты адамдармен кездесіп, бірге уақыт өткізгісі келгенімен, өздері қалағандай болатын мүмкіндік жоқ екенін түсінеді. Ақша мен атақ туралы айтқан жерде көп адамдар тұрақтайды. Олар басқаны өздері сияқты адал, ақ көңіл деп көретіндіктен көбінесе алданып қалуы, қателесу және көңілі қалу қаупі бар. Бәрібір ішкі қуат арқылы күл арасынан шоқтай қызарып, жанып, қайта көтеріле алады. Оларға заманауи қоғамның идеялары, немесе атақ-даңқ, бес тиын. Оларға қандай да бір көзқарасты мәжбүрлеп қабылдату мүмкін емес. Мұндай адамдар ер мен әйел болса да, жанына сабыр мен тыныштық сыйлап, бірге жүретін қандай да бір адамды іздейді. Сабыр, тыныштық деген сөз, ол адамның өткір мінезі жоқ. Шаблоннан шыға алмайтын біреу дегенді білдірмейді. Жай ғана оның жанында сенімді болу, алдамау, көңілі мен ниетін саудаға салмауды айтады.
өзгенің сезімімен өмір сүретін, атақ құмар, тұрақсыз адамдарды ұнатпаса да, ақылмен олардың алдында өзін ұстай біледі. Сондықтан да мен нағыз адамдарды жақсы көремін. Ер адамды жаман демеңіз. Ер адам дегеніміз ол сенің әкең, ұлың, інің, аға бауырың. Ер адам шаршаса да бір сәт тоқтап қалмайды. Жан жары, баласы, анасы, әкесі үшін көз жастың көрсетпей, бәріне төзе білетін қайсар жан. Тапқан табысы жетпейді деп жарасына тұз сеппеңіз. Жан жолдасыңыздың жүрегіне жол таба біліңіз. Әр заманда әрбір әйел осы бір шындықты мойындау арқылы өз орнын таба білген. Ер адамның дәрежесін түсіру арқылы әйел адамдар ешқашан ер азаматтың еркектік дәрежесіне жеткен емес, әрі жетуі де мүмкін емес. Керісінше, ер азаматтың қасында ғана ана бақытына қол жеткізе алатын жалғыз ақиқатты жүректерімен жақсырақ түсініп, қадірлей білсе ғана, онда олар өмір бойы еріне рахмет айтар еді. Кейбір адамдар басқаларды қаралауға келгенде шебер бола қалады. Ал өздеріне қарасаң, қай жерден бастарыңды да білмей қаласың. Адамның жетілуі оның ашуын қаншалықты басқара алатындығына байланысты. Жетілген адам ашуланбаған емес, ашуын жақсы басқара алатын адам. Ұзақ уақыт бойы қиындыққа шыдап келген жүрек өзгеретін болса, бұрынғыдай болмайды. Қателіктерін түзетуге тырысқан адамға өткен қателіктерін еске салмаңыз. Бұл құлаған жерінен қайта тұруға тырысқан біреуді тепкенмен тең. Уақыты болғанда бәрін қалдыруды үйрен. Қажетсіз қарым-қатынастарды үзуді, жаман әдеттерден бас тартуды, жаман достықтан аулақ болуды, нәтижесіз жұмысты тастауды, сізді бағаламайтын адамдардан аулақ болуды, және көңілді кештерден де, уақыты келгенде үйге қайтып кетуді үйрен. Жағымсыз ойлардан да, қайғылы естеліктерден де, қиын қарым-қатынастардан да, жағымсыз әсерлерден де дер кезінде арылуымыз керек. Уақыты келгенде барлығын қалдыруды үйрен. Құрметті оқырман, нақыл сөздер сіз үшін пайдалы болса, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ұнаса достарыңызбен, таныстарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қоюды да сұранамын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер пайдалы ақпараттар, нақыл сөздер, ғибратты әңгімелерім каналымнан көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.